з дыбысын айтқан кезде бұның артикуляциялық аппаратымыздың көрінісі дәл с дыбысынікі сияқты болады. Яғни, біз с дыбысын айтқан кезде тіліміз астына, яғни астыңғы тістің артына қоямыз, ортадан, тіл ортасынан жаңағыдай ауа шығу керек, тісті көрсетіп тұру керек, екі тіс ортасы 1 мм ашық болу керек. З дыбысында да дәл солай болады. Тек қана айырмашылық, с мен з-ның айырмашылығы бізде з-ны айтқан кезде дауысты қосамыз, және бізде діріл бар, мотор. Енді с дыбысымен қазір з дыбысты айтып ұстап көріңіз, өзіңіз қараңыз. Бұлай ұстап тексересіз. Тып-тыныш, яғни ештеңе жоқ, дірілде жоқ, яғни дірілді көбіне біз балаларға түсінікті тілмен мотор деп айтсаң, балаларға қызық. Мотор жоқ. Мотор бар. Айтып көріңіз өзіңіз. Және з деп айтқан кезде мотор бар, және дауыс бар. Көрдіңіз ба? Яғни, з дыбысын айтуындағы артикуляциялық аппараттардың көрінісі бірдей, айырмашылығын түсіндіңіздер ғой, мотор бен дауыста. Енді, егер балада с дыбысы жоқ болса, автоматически ол з дыбысы да жоқ деген сөз. Егер балада з дыбысын бірінші тексеріп жатып, з дыбысы жоқ дедіңіз ба, автоматически с дыбысы жоқ деген сөз. Өйткені айтылу формасы бірдей екеуін, артикуляциялық аппараттың көрінісі бірдей. Тек қана айырмашылығын түсінуіңіз керек. Енді з дыбысын қалай қоюға болады? Тағы да сол жаңағы, егер бірінші з-дан бастағыңыз келсе, дәл с дыбысын қалай бастадыңыз, дәл солай ары қарай. Дәл сол с дыбысын қалай қойдыңыз, механикалық жолмен дәл солай қоясыз. Енді қараңыз. Дәл солай қоясыз. Егер кішкене батыра жазсаңыз, одан да анығырақ шыға бастайды. Егер з дыбысын айтылады, бірақ деп шығады, бірақ жаңағыдай тіс аша алмайтын моменттер болса, жаңағыдай кесіп, осылай айтып үйретесіз. Яғни, сізге бір білетініңіз, ол с-ны айтып үйреткеніңіз болса, яғни с дыбысын қойсаңыз, з дыбысы бар деген сөз. Тек қана балаға осы жерде айырмашылығын үйретіңіз, оны ұстату арқылы балаға мотор деген сөзді қызықтырып айтып, яғни, қане көрем, сенде мотор бар ма? Мотор жоқ. Сенде бар ма? Қане көрем, сен жоқ, бірінші баланың қолын өзіңіздің көрсету арқылы балаға түсіндіріңіз, сосын баланың өзінің қолын өзіне істетесіз. Бала сол кезде түсінеді. Егер өзінікін бірінші істеп тұрып көрсе, ол білмейді, түсінбейді. Сіз баланың қолын сіз өзіңізгімен жаңағыдай анығырақ көрсетесіз, яғни түсіндіре аласыз. Бала сол кезде нақты түсінеді. Енді дәл солай, енді біз з дыбысын қойдық қой. Бірінші жаңа дыбыс қоюдағы кезеңдер бойынша айттым ғой, дыбыс қою, жалпы дыбысты түзету жолындағы кезеңдер бар еді, 4 кезеңі. Дайындық кезеңі ол артикуляциялық жаттығу. Оны біз айтып қойдық. Екінші кезең ол бізде дыбыс қою кезеңі. Дыбыс қою кезеңі, яғни жаңа с дыбысын қалай қойдыңыз, з дыбысын дәл солай қоясыз. Тек қана айырмашылығын үйретіңіз балаға. Мотордың барында және жоғында. З-да мотор бар, с-да мотор жоқ. З-да дауыс бар, с-да дауыс жоқ. Енді әрі қарай үшінші кезең машықтандыру кезеңі. Машықтандыру кезеңі дәл солай. Бірінші жаңада з дыбысын ұзақ созу арқылы үйретіңіз, сосын з дыбысын қысқа айтуды үйретіңіз. Әрі қарай буында машықтандырасыз. Буының басында машықтандырасыз. За, зо, зу, зи. За, зо, зо дегіздер. Буының ортасында аза, озо, узу, узу, изи. Буының соңында аз, оз, уз, из. Міндетті түрде дауысты дыбыстылармен. Өйткені бізде бірінші баладан шығатын дыбыс ол дауысты дыбыстылар. Әрі қарай келесі сөзде машықтандырамыз. Сөзде машықтандырған кезде дәл солай.
сөздің басында, сөз ортасында, сөз соңында. Әрі қарай тақпақтармен, жаңылтпаштармен, ертектермен әңгімелеу арқылы және ауызша әңгімелесу арқылы. Төртінші кезеңі, яғни ажырату кезеңі. З дыбысы қандай дыбысқа ұқсас, сол дыбыспен ажыратуды үйрету керек. Яғни з дыбысы ж дыбысымен шатастырады. Осы дыбыс екеуінің айырмашылығын үйретуіңіз керек. Оны мен мынау ш, ж дыбысын қойып үйреткеннен кейін барып үйретемін. Яғни төртінші кезеңін. Жалпы осылай. Енді с, з дыбысын қоюды білесіз. Ешқандай уайымдамай, яғни өзіңізге деген сенімділігіңізді күшейтіп, не істесіз? Сіз қорықпай жұмысты жасай берсеңіз болады. Яғни сіз с дыбысын қоюды білесіз, з дыбысын қоюды білесіз, және оның с мен з-ның айырмашылығын білдіңіз, және қалай тез қоюға болады, және үй жағдайында қоюға болады, оңай жолдарын біліп алдыңыз. Сіздерге сәттілік, келесі дыбыстарда кездескенше.